Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша, арабша Құран оқу 12-ші Жүсіп сүресі 101-ші аят. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Содан кейін Аллаға: "Уа Раббым, сен маған билік бердің һәм түстердің, түрлі құбылыстар мен уақиғалардың желісін мәнін жоруды үйреттің. Уа күллі аспан әлемі мен жердің жаратушысы, сен бұл дүниеде де ақыретте де менің қамқоршы иемсің. Жанымды мұсылман күйінде алғайсың һәм мені ізгі құлдарыңның қатарына қосқайсың" деп жалбарынды. Енді арабшасы. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. Уа Расулым, міне бұлар сен бұрын соңды естіп білмеген ғайыптан хабарлар. Оны саған уахи жолымен жеткізудеміз. Әйтпесе, олар бір сұмдық іске бел байлап, айла амалдарын ойластырып жатқанда сен олардың қасында емес едің. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Садақаллахул азим. Есіңде болсын, сен қанша жерден қаласаң да адамдардың көбі шынайы түрде иман етпейді. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Садақаллахул азим. Әйтсе де сен Құранды насихаттап жеткізгенің үшін олардан ақыл сұрап отырған жоқсың. Ол Құран бар болғаны күллі әлемге ескерту һәм насихат қана. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Садақаллахул азим. Күллі аспан әлемі мен жерде Құрандағы ақиқаттарға айғақ болатын қаншама дәлелдер бар. Алайда олар сол дәлелдердің ортасында жүрсе де бейқамдық танытып, оларға мүлде мән бермеуде. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Садақаллахул азим. Олардың көбі Аллаға серік қоспай, иман етпейді. Алла бар деп сенсе де, оған өзге нәрселерді серік етіп қосады. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Садақаллахул азим. Сонда олар Алланың азабына жаппай ұшырамайтынына, немесе қаннен қаперсіз тіршілік етіп жүргенінде қиямет қайымның аяқ астынан орнамайтынына сенімді ме? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Садақаллахул азим. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, оларға: "Міне менің жолым осы. Мен Аллаға көрегендікпен нақты дәлелге сүйене отырып, адамдардың сана сезіміне, ой өрісіне сай түрде шақырамын. Мен және маған ергендер міне осындаймыз. Алланы мінсіз күллі кемшілік атаулыдан ада деп ұлықтаймын. Мен мүшрик емеспін" деп айт. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمِنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Садақаллахул азим. Сенен бұрын жіберген елшілеріміз де тек өзің сияқты елді мекеннен шыққан, бізден уахи алып отырған ер кісілер болатын. Олар мүшриктер жер жаһанды кезіп, өздерінен бұрын өткен кәпір қауымдардың ақыры не болғанын көрмей ме? Ендеше Аллаға қарсы келіп асы болудан сақтанған тақуалар үшін ақырет мекені әлде қайда қайырлы. Әлі де ақылға салып ойланбайсыңдар ма?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Бұрын-соңды Алланың қаһарына ұшыраған қауымдарға жіберілген пайғамбарлар күпірлікте қасарысқан қауымдардың иманға келуінен үмітін үзетіндей жағдайға жеткенде һәм айтқан сөздері түгелдей өтірікке шығарылып толықтай терістелген шақта оларға біздің жәрдеміміз жетті. Міне біз осылайша қалағанымызды құтқарамыз. Күнәға белшесінен батқан күнәһар қауымға төнген жазамыздың беті әсте қайтарылмайды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين Садақаллахул азим. Сол пайғамбарларға қатысты әңгімелерде ақыл иелері үшін еріксіз ойға қалдыратын бір ғибрат бар. Біліп қойыңдар, бұл Құран ойдан шығарылған жай сөз емес, керісінше ол өзінен бұрын түскен илахи кітаптарды әу бастағы бұрмаланбаған күйінде растайды. Сондай-ақ ол түсіндірілуі керек болған барлық нәрсені ашып түсіндіреді және иман етуге бейім һәм иман мәселесін тереңдей түсуге қабілетті жандар үшін тура жолға бастайтын жолбасшы әрі рақым болып табылады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. 13-ші Ар-Ра'д сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим ра. Құранның ішіндегі және осы сүредегі барлық сөздер саған түскен кітаптың аяттары. Саған Раббыңнан түскен бұл Құран ақиқаттың нақ өзі. Алайда адамдардың көбі бәрібір иман етпейді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим ра. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم. Алла күллі аспан әлемін өздерің көріп тұрғандай тіреусіз көтерді. Содан кейін аршқа истуа етті, яғни аршқа шексіз билігін жүргізді. Аршпен бірге күллі жаратылыс атаулыны толық меңгеріп, шексіз үкімін жүргізді. Күн мен айды сендерге қызмет еттіру үшін өзіне бағынышты қылды. Олардың әрбірі өзі үшін алдын ала белгіленген ақтық сәтке дейін көк жүзінде жүзіп кетіп барады. Ол күндердің күнінде Раббыларыңа қауышатындықтарыңа еш күмәнсіз иман етулерің үшін белгілі бір жүйеге негізделген болмыстағы барлық істерді өзі жүргізуде. Бәрін қадағалап басқаруда әрі ақиқаттың барлық белгілері мен дәлелдерін жан-жақты ашып түсіндіруде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله العظيم. Сондай-ақ ол жерді кеңінен жайды және оның ішінен қазықтай қағылған тауларды көтеріп өзендер ағызды. Ондағы әрбір жемісті жұп-жұбымен жаратты һәм үнемі күндізді түнмен бүркеуде.
Міне осылардың бәрінде ойланатын қауым үшін сөзсіз көптеген белгілер мен дәлелдер бар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Жер бетінде іргелес алайда біріне бірі ұқсамайтын құрлықтар бар. Сондай-ақ әр алуан жүзім баулары, егістік алқаптары мен бір түптен бірнешеу болып шыққан немесе дара біткен құрма ағаштары бар. Осылардың барлығы бір сумен суғарылады, алайда біз оларды дәмі, иісі, түр-түсі, нәрлілігі мен сапасы жағынан әртүрлі етіп, бірінен бірін артық қыламыз. Міне, осылардың бәрінде ақылға салып ойланатын қауым үшін сөзсіз көптеген белгілер мен дәлелдер бар. Әъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва фил арди қита'ун мутажавира. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان غير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.